Құрметті көрермендер, менің ардақты жақындарым. Бүгін сіздермен әрбір әйелге қажет өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Бұл ер адамның сіз туралы үнемі ойлап жүруі және сізді ешқашан жоғалтқысы келмеуі. Бұл жерде ешқандай сиқыр да, бақсылық та жоқ. ННП-ның күмәнді әдістері, эзотерика немесе түрлі жалған кеңестерде қажет емес. Шынайы нәтиже тек психология мен өмірлік тәжірибеге негізделген қарапайым тәсілдер арқылы келеді. Сіз бақытты қарым-қатынас орната аласыз. Ер адамның сіз туралы үнемі ойлауын қамтамасыз ете аласыз. Сізді сүйіп, сізден бір сәтке де айырыла алмай, сізді күл-қоқыстан тазалап жүретіндей ете аласыз. Мұнда ешқандай сиқыр жоқ, манипуляция жасаудың да қажеті жоқ. Мұнданда тек болу. Шынайы әйел сияқты жарқырау керек. Ол қарым-қатынас психологиясын біледі. Дайынсыздар ма? Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Соңында сіздер үшін өте күшті әрі тиімді құпиялармен бөлісемін. Ал бастайық. Бұл бейнені соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Өйткені соңында әрине ең тәжірибелілер үшін мен екі өте күшті және ешқашан істен шықпайтын манипуляцияны дайындадым. Бірақ бұл үшін алдымен соңына дейін көру керек. Кеттік. Әр ер адамда триггерлер болады. Әсіресе әйел оның сексуалды триггерлерін білу керек. Өйткені сізде мұндай білім болса, сіз манипуляциясыз қарым-қатынасты басқара аласыз. Ал триггер дегеніміз не? Триггер бұл сіз басатын сиқырлы түйме. Және ер адам автоматты түрде әрекет ете бастайды. Өйткені біз бәріміз санамыздың астындағы нәрселермен басқарыламыз. Егер сіз қарым-қатынасқа ғылыми көзқарасты білсеңіз, онда сіз бұл қарым-қатынастарды басқара аласыз. Есіңізде болсын, ер адам 3 деңгейде ғашық болады. Бәрі өте қарапайым. Біз бәріміз үңгірден шыққанбыз. Және бірінші кезекте ер адам әйелдің сексуалды энергиясына тартылады. Яғни, ол оның сексуалдылығына тартылады. Егер әйел өзінің сексуалдылығын қалай жеткізу керектігін білсе, ер адамдарға не ұнайтынын, олардың шынымен не қалайтынын білсе, онда ол кез келген ер адамды басқара алады. Өйткені оның сексуалдылығы бұл магнит. Оған лайықтылар да, өкінішке орай лайықты еместе де тартылады. Керемет. Және ер адам ғашық болатын бірінші деңгей сіз мүмкін таңғаларсыз. Бірақ бұл сіздің сексуалдылығыңыз. Дәл сіздің сексуалдылығыңыз либидодан тұрады. Бұл не? Бұл ер адамға оның тұлғасына деген қызығушылықты жеткізу қабілеті. Егер сіз ер адамдармен дос бола алмасаңыз, егер сіздің ер адамдармен сөйлесетін ештеңеңіз болмаса, егер сіз ер адамды тыңдай алмасаңыз, егер сізде ер адамды мақтай және қажетті сәтте алғыс айту дағдысы болмаса, онда ер адам сіздің жаныңызда ресурстық емес күйде сезінеді. Ол сіздің әйелдік энергияңызбен толықтырылмайды. Шынында да, мен сізге құпияны ашамын. Ер адам сіздің сұлулығыңызға, сексапилдығыңызға, әдемі кеудеңізге және күлкіңізге ғашық болмайды. Я, бұл тамаша, егер сізде бұл болса. Бірақ бірінші кезекте ер адам сіздің жаныңызда болатын күйге ғашық болады. Егер сіз бұл күйді ер адамда жаға алмасаңыз, онда өкінішке орай ер адам ғашық болмайды. Егер сіз бірінші кездесуде ер адаммен дос бола алсаңыз, және жалпы қарым-қатынасты достық арқылы дамыта алсаңыз, ортақ құндылықтар, ортақ ойлар, ортақ қызығушылықтар болса. Егер сіз онымен философия жасай алсаңыз, бұл қазір мен айтып жатқан күрделі нәрселер. Бірақ шын мәнінде тек әйел болу жеткілікті. Өз пікірі бар әйел болу. Өмірдің әртүрлі салаларында дамитын әйел болу. Өз мақсаттарына қарай алға жылжуды қалайтын әйел болу. Және ер адамдарға не ұнайтынына назар аудару. Сеніңіздер, сіздің ер адам сіздің өміріңізге міндетті түрде тартылады. Өйткені сіз өз пікіріңізбен, энергияңызбен жарқырайсыз. Сіз ерлер әлемінен жасырынбайсыз. Сізді ер адамның табуы оңай. Қандай да бір іс-шарада, кеште, оқуда, жанармай құю станциясында. Яғни сіз ерлер әлеміне ашықсыз. Олармен дос болуға дайынсыз. Есік ашқаны үшін ер адамға алғыс айтуға дайынсыз. Қайда жақсы өту керектігін, немесе кофейняда қандай кофе таңдау керектігін айтқаны үшін ер адамды мақтауға дайынсыз.
сеніңіздер. Егер сіз дос бола алсаңыз, бұл өте тартымды. Егер сіз ер адамда қуаныш, алғыс, мақтаныш, сізбен және өзімен мақтану сияқты сезімдерді оята алсаңыз, онда сеніңіздер, сіз оны бағындырасыз. Ер адам сіздің жаныңызда нағыз ер адам екенін сезінгенде, ақылды, күшті, сексуалды. Яғни, сіз мұны атап көрсете аласыз. Сіз оның бойындағы бұл тұлғалық қасиеттерді көре аласыз. Онда ер адам сізге ғашық болады. Өйткені сіздің жаныңызда ол өзін ең лайықты сезінеді. Бұл оңай. Ер адамды мақтауды үйреніңіз. Оған алғыс айтыңыз. Оның артықшылықтарын атап көрсетіңіз. Сіздерге бұл мысалы шынайы емес сияқты көрінуі мүмкін. Иә, әрине. Сондықтан бірінші кезекте өзіңіздің жеке бағаңызды және өзіндік бағаңызды өңдеу керек. Егер әйел өзінің артықшылықтарын көре алмаса, және таңғажайып тұлғалық қасиеттерді көре алмаса, онда ол ешқашан ер адамның бойындағы артықшылықтарын көре алмайды. Ойыншық болып көрінеді. Шынайы емес болады. Өйткені әйел өзі ашылмаған, өзіндік бағасын ашпаған. Ал сау өзіндік бағасы бар әйел, өзінің артықшылықтарын білетін әйел, өзін шынайы сүйеді. Ол әр ер адамда шынайы түрде, жалғансыз, оның артықшылықтарын таба алады. Менің қымбаттыларым, менің тәттілерім. Енді сіздерге қарапайым, бірақ өте әсерлі жаттығу ұсынамын. Күн сайын өзіңізді мақтай алатын 3 жеке қасиетіңізді табыңыз. Өз-өзіңізге таңданыс білдіріңіз. Өзіңізге алғыс айтуға 3 себеп табыңыз. Және өзіңізді қолдаңыз. Егер сіз қарым-қатынаста болсаңыз, ер адамға алғыс айтуға 3 себеп табыңыз және оны мақтаңыз. Өйткені мақтау алғыстан әлде қайда маңызды. Сіз жай ғана алғыс айтқанда рахмет дейсіз. Бірақ оны жүрекке жылы тиетін сөздермен толықтырыңыз. Мысалы, рахмет қымбаттым, сен өте мұқиятсың. Немесе, сен мені осылай қолдадың, бұл мен үшін өте қымбат. Бұл әлде қайда әсерлі, әрі жағымды, солай емес пе? Кейбір ер адамдар әйелдерін тек дос немесе жай ғана тартымды әйел ретінде қабылдайды. Ал шынайы, саналы әрі үйлесімді қарым-қатынасты құратын маңызды компонент қайда? Бұл сіздің романтикалық либидомыз. Егер сіз ер адамды романтикалық деңгейде өзіңізге ғашық етуді үйренбесеңіз, өкінішке қарай қарым-қатынаста да, жалғыздықта да қиналуымыз мүмкін. Сондықтан назар аударыңыз. Романтикалық либидо дегеніміз ер адамды әрекетке, қамқорлыққа және ерлікке шабыттандыру қабілеті. Сіз ер адамның бойындағы нағыз ер азаматты оятасыз. Ол сізге қамқорлық жасайды, гүл сыйлайды, шынайы сүйеді және өзін нағыз рыцарь ретінде сезінеді. Иә, дәл солай. Бірақ көптеген әйелдер ер адамның да, өздерінің де романтикалық либидосын блоктайды. Себебі бала кезден бері сұрайтын әйел әлсіз деген қате түсінік қалыптасқан. Әйел тәуелсіз, өзіне өзі жеткілікті болуы керек деген сенім оны шамадан тыс күшті етеді. Ол бәрін өзі шешуге тырысып, жұмыс атындай шаршайды. Амазонка патшайымына айналады. Бірақ мұндай әйел ер адамға өзін қажет сезінуге мүмкіндік бермейді. Назар аударыңыз. Сіздің романтикалық либидомыз ер адамның бойындағы еркекті ояту қабілеті. Бұл сұрай білу арқылы, нәзіктік пен сүйіспеншілік арқылы, әлсіздік таныта білу арқылы көрінеді. Әйел жеңіл болған кезде ер адам оны қорғағысы келеді. Мен бұл жерде салмақ туралы емес, сіздің мінезіңіздің жеңілдігі, нәзіктігі және әйелдігі туралы айтып отырмын. Сіз, мен әлсізбін, ал сен күштісің, деп айталған кезде, бұл ер адамның жүрегіне әсер етеді. Мысалы, бүгін гүлсіз келдің бе? Ештеңе етпейді, келесі кездесуге маған раушан әкелші. Айтпақшы, қарсыдағы дүкендегі раушандар керемет екен. Осындай нәзік ишаралар ер адамды әрекетке жетелейді. Сіз ер адамнан көмек сұрай аласыз, оның пікірін біле аласыз, одан ұсыныс, мақтау және қолдау ала аласыз. Сіз, қымбаттым, мен кездесуге барғым келеді, деп айта аласыз. Сонымен қатар, қарым-қатынаста өз шекараңызды да білдіре аласыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қай жобаға көбірек ғашық боласыз?
уақытыңызды, күшіңізді және қаражатыңызды жұмсаған жобаға ма, әлде еш күш жұмсамай, дайын күйінде берілген жобаға ма? Жауабы анық. Адамдар өз еңбегі сіңген нәрсені көбірек бағалайды. Дәл сол сияқты, ер адам әйелге неғұрлым көп көңіл бөлсе, соғұрлым ол оның өзі үшін қымбат екенін түсінеді. Егер ер адам сізге күш жұмсамаса, ол сіздің құндылығыңызды сезінбейді. Мұндай жағдайда ол қарым-қатынастан кетуі мүмкін. Ол сізді тым қолжетімді, тым ыңғайлы деп қабылдауы мүмкін. Ал ер адам өз құнын білетін, өзін құрметтейтін нағыз әйелді қалайды. Өйткені ер адам әйелдің айнасы. Егер әйел өзін бағаламаса, ер адам да оны бағаламайды. Сондықтан романтикалық либидо өте маңызды. Егер сіз тек дос болып қалсаңыз, және ер адамның бойындағы еркектік энергияны азғыру мен нәзік ойын арқылы оята алмасаңыз, ол сізді тек дос немесе әріптес ретінде ғана қабылдайды.